Саламатсыздар ма әріптестер, мен Күзембай Қасқырбек Күзембайұлы, нөмірі 177 орта мектеп директорының оқушы жөніндегі орынбасары. Менің сіздерге бүгінгі таныстырғалы отырған тақырыбым бұл білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 2018 жылғы 31 қазандағы нөмірі 604 бұйрығы. Алдымен мемлекеттік білім беру стандартын талқыламас бұрын бұл стандарттың негізгі қайнар көзін тауып алуымыз керек. Сондықтан бірінші негізгі қайнар көзі бұл Қазақстан Республикасы Конституциясының, яғни 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституцияда жазылған 30 бапта. Осы 30 бапта 4-ші тармақшасында мемлекеттік білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын белгілейді. Кез келген оқу орнының қызметі осы стандарттарға сай келу керек делінген. Мемлекеттік білім беру стандартының екінші нормативтік құжаты бұл Қазақстан Республикасы білім туралы 2007 жылғы 27 шілдеде қабылданған нөмірі 319 заңы. Бұл білім туралы заңның 10 бабында білім беру жүйесі ұғымы тақырыбымен Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі өзара іс-қимыл жасайтын, білім беру деңгейінің сабақтастығын қамтамасыз ететін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының және білім беру бағдарламаларының жиынтығын білдіреді делінген. Сонымен қатар 13-ші бапта білім беру мазмұны білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде әзірленетін және жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларымен айқындалады делінген. Сонымен қатар осы заңның 14-ші бабында білім беру бағдарламалары тақырыбымен жалпы білім беру бағдарламалары мазмұны мен бағыттарының міндеттеріне қарай үшке бөлінеді, яғни жалпы білім беретін үлгілік жұмыстық, екінші кәсіптік, үшінші қосымша болып бөлінеді. Осы 14-ші баптың білім беру бағдарламаларында үлгілік оқу бағдарламалары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес әзірленеді делінген. Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім беру стандарты тарихына келетін болсақ, бұл ең бірінші мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын әзірлеу, бекіту және қолдану тәртібі туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 1999 жылғы 2 қыркүйектегі 1290 қаулысымен айқындалды. Одан кейін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2002 жылы 24 қыркүйектегі нөмірі 693 бұйрығында білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы жазылған. Сонымен қатар білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 1080 қаулысымен бекітілді. Енді мемлекеттік білім беру стандартының негізгі құрылымына келетін болсақ, бұл стандарт алдымен 2007 жылғы білім туралы заңның 5-ші бабының 1-ші тармақшасына сәйкес министрдің бұйрығымен бекітілген. Мұнда негізінен 8 қосымша берілген. Бірінші қосымшада бұл мектепке дейінгі тәрбиенің стандарты, екінші қосымшада бастауыш білім берудің жалпыға міндетті стандарты, үшінші қосымшада бұл негізгі орта білім берудің стандарты, төртінші қосымшада жалпы орта білім беру стандарты, бесінші қосымшада бұл техникалық және кәсіптік білім беру, ал алтыншы қосымшада орта білімнен кейінгі білім берудің стандарты, ал жетінші қосымшаға келетін болсақ, жоғары білім берудің жалпыға міндетті стандарты және соңғысы 8-ші қосымшада жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей стандарты бекітілген. Енді мемлекеттік жалпыға бірдей стандарт бұл негізінен 5 тараудан тұрады. Бірінші тарауы бұл жалпы ережелер деп аталады. Және бұл жалпы ережелер тарауында бастауыш білім берудің және негізгі және жалпы орта білім берудің міндетті стандарттары туралы жалпы сипаттамасы беріледі. Яғни бұл жерде білім туралы заңның 5-ші бабының 1-ші тармақшасына сәйкес 56-ші бабына сәйкес әзірленді және бастауыш білім беру мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың дайындық деңгейіне және оқу мерзіміне қоятын талаптарды айқындайды. Негізгі орта білім беруде де осындай
Жалпы орта білім беруде міндетті стандартында да осы елу бабына сәйкес әзірленген оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі және білім алушылардың дайындық деңгейі және оқу мерзіміне қойылатын талаптар айқындалған. Мемлекеттік білім беру стандартының екінші тарауы бұл оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білімнің мазмұнына қойылатын талаптарға жауап береді. Бастауыш және негізгі орта, жалпы орта білім беру мазмұнындағы базалық құндылықтар: бірінші, қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік; екінші, құрмет; үшінші, ынтымақтастық; төртінші, еңбек пен шығармашылық; бесінші, ашықтық; алтыншы, өмір бойы білім алу базалық құндылықтар болып айқындалған. Мемлекеттік стандарттың үшінші тарауы бұл білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптар туралы айтады. Бірінші саты бұл бастауыш мектеп. Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі 29 сағаттан аспау керек. Білім алушылардың инвариантты және вариативті компоненттерден тұратын оқу жүктемесінің жалпы көлемі, сондай-ақ сыныптар бойынша апталық және жылдық оқу жүктемесі үлгілік оқу жоспарларымен белгіленеді. Сыныптарды екі топқа бөлу: қалалық жалпы білім беретін ұйымдарда сыныптарда білім алушылардың 24-тен және ауылдық жерлерде білім алушылардың саны 20-дан артық болғанда, бірінші, оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда қазақ тілі бойынша, оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда орыс тілі бойынша, шет тілі бойынша; төртінші, цифрлық сауаттылық бойынша; бесінші, өзін-өзі тану бойынша жүзеге асыруға болады делінген. Екінші саты бұл негізгі орта білім. Бұл негізгі орта білім сатысында білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі 5-ші сыныпта 32 сағат, 6-шы сыныпта 33 сағат, 7-ші сыныпта 34 сағаттан және 8-ші сыныпта 36 сағаттан аспауға тиіс. Апталық оқу жүктемесі үлгілік оқу жоспарында айқындалған оқу жұмыстарының барлық түрлерін қамтиды. Сонымен қатар арнайы білім беру ұйымдарының оқу жоспарларында даму бұзушылығының түрін ескере отырып, міндетті түзеу компоненті қарастырылған. Арнайы білім беру ұйымдарының оқу жоспарларындағы инвариантты түзеу және вариативті компоненттер білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып белгіленеді. Және соңғы жоғарғы саты бұл жалпы орта білім беру деп аталады. Жалпы орта білім беру деңгейіндегі білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі 39 сағаттан аспау керек. Сонымен бірге сыныпты екі топқа бөлу: қалалық жерде 24-тен және ауылдық жерде 20-дан артық болғанда, оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті, оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі, информатика және дене шынықтыру сабақтарын жүргізу кезінде болады делінген. Мемлекеттік стандарттың төртінші тарауы бұл білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар туралы айтылады. Бірінші, жаңартылған бастауыш білім беру мазмұны бойынша дайындық деңгейіне қойылатын талаптар бұл білім алушылардың дайындық деңгейі тіл және әдебиет, математика және информатика, жаратылыстану, адам және қоғам, технология және өнер, дене шынықтыру сияқты бірнеше мәндес оқу пәндерін біріктіретін әрбір білім беру саласының ерекшеліктері ескеріле отырып жобаланған оқытудан күтілетін нәтижелер арқылы айқындалады. Екінші, негізгі орта білім беру бойынша жалпы білім беретін оқу бағдарламалары білім алушылардың, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушылардың ғылым жүйесінің базалық негіздерін меңгеруіне, олардың бойында тұлғааралық және этносаралық қатынастардың жоғарғы мәдениетін қалыптастыруға, жеке тұлға ретінде өзін-өзі танытуына және кәсіптік бағдарлануына, сондай-ақ білім алушылардың бейін алды даярлығына бағытталады. Сонымен қатар жоғарғы жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша білім алушылардың деңгейіне қойылатын талаптар: бұл жалпы орта білім беру үлгілік оқу бағдарламалары жаратылыстану, математикалық және қоғамдық гуманитарлық бағыттар бойынша бейінді оқытуды енгізе отырып, саралау, кіріктіру және білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлау негізінде әзірленеді. Білім алушылардың, оның ішінде ерекше білім қажеттіліктері бар білім алушылардың дайындық деңгейі жаратылыстану, математикалық және қоғамдық гуманитарлық бағыттарда бейінді оқытудың міндетті оқу пәндері мен бейінді оқу пәндері бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер арқылы айқындалады. Міндетті оқу пәндері бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер жалпы орта білім берудің базалық мазмұнын анықтау үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік білім беру стандартының 5-ші тарауы бұл оқу мерзіміне қойылатын талаптар. Бастауыштың білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру мерзімі бұл 4 жыл.
оқу жылының ұзақтығы бірінші сыныпта 33 оқу аптасын құраса, екінші 4-ші сыныпта 34 оқу аптасын құрайды. Оқу жылындағы каникул уақытының кемінде 30 күнді құрайды. Каникулдар оқу жылында 3 рет күзде, қыста және көктемде беріледі. Бірінші сыныптың білім алушылары үшін 3-ші тоқсанда ұзақтығы 1 апта болатын қосымша каникул уақыт беріледі. Екінші бұл негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламасы меңгеру мерзімі бұл 5 жыл. Оқу жылының ұзақтығы бұл 34 оқу аптасы. Жоғарыда айтып өткеніміздей, оқу жылында каникул уақыты кемінде 30 күнді, ұзақтығы кемінде 30 күнді құрайды. Және соңғы бұл жалпы орта білім берудің білім беретін оқу бағдарламалары игеру мерзімі бұл 2 жылды құрайды. 10-шы және 11-ші сыныптардағы оқу жылының ұзақтығы 34 оқу аптасын құрайды. Оқу жылында 10-11 сыныптарда каникул күндері кемінде 30 күнді құрайды. Келесі сіздерге таныстырғалы отырған жұмысым бұл Қазақстан Республикасындағы бастауыш негізгі орта жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары туралы болып отыр. Және осы үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі 2012 жылы 8 қарашадағы 500-ші бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі 2018 жылы 4-ші қыркүйекте нөмірі 441 бұйрығымен өзгерістер жасалды. Яғни оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш және негізгі орта білім берудің жаңартылған мазмұнын үлгілік оқу жоспарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің, яғни жаңартылған мазмұнның үлгілік оқу жоспарына назар салатын болсақ, мұнда негізгі инварианттық компонентте бірінші сыныптар бойынша 22-де 5 сағатты құрайды, екінші сыныптар бойынша 24 сағат, үшінші сыныптар бойынша 26 сағат, төртінші сыныптар бойынша 26 сағатты құрайды. Және осы инвариантпен бөлек вариативтік компонентте қарастырылған, мұнда таңдау бойынша сабақтар белсенді қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сағаттарға бөлінеді. Яғни вариативті сағат жүктемесі бірінші сыныптар бойынша 2 сағат, екінші сыныптар бойынша 2 сағат, үшінші сыныптар бойынша 3 сағат және төртінші сыныптар бойынша 4 сағат. 3 сағатты құрайды. Жалпы бірінші сыныптар бойынша 24-те 5 сағатты құраса, екінші сыныптар бойынша 26 сағат, үшінші сыныптар бойынша 29 сағат және төртінші сыныптар бойынша 29 сағатты құрайды. Келесі таныстыратын бұл оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған негізгі орта білім берудің жаңартылған мазмұнының үлгілік оқу жоспары. Мұнда инвариантты компонентте 5 сыныптар бойынша 29 сағат және элективтік курстар бойынша 3 сағат, жалпы 32 сағатты құрайды. 6 сыныптар бойынша 29 сағат, вариативтік компонент бойынша 4 сағат, жалпы 33 сағатты құрайды. Сонымен қатар 7 сыныптар бойынша 32 сағат инвариантты компонент және вариативтік компонентте 2 сағаттар, жалпы 34 сағатты құрайды. Ал 8 сыныптар бойынша инвариантты компонент 33 сағатты құраса, вариативтік компонент 3 сағатты құрап, жалпы 36 сағатты құрайды. Ал 9 сыныптар бойынша инвариантты компонентте 34 сағат құраса, ал вариативтік компонентте 4 сағат, жалпы 38 сағатты құрайды. Енді сіздерге ұсынайын деп отырған келесі сіздерге таныстыратын бұл жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 500-ші бұйрығына Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 мамырдағы 205-ші бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Мұнда оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық гуманитарлық және жаратылыстану математикалық бағыттар бойынша жалпы орта білім берудің, яғни жаңартылған мазмұнның үлгілік оқу жоспарлары берілген. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына тоқталатын болсақ, инвариантты компонентте, яғни 10-11 сыныптарда 20 сағатты құрайды, 11 сыныптарда 20 сағатты құрайды. Келесі бұл таңдау пәндері бөлігі. Мұнда таңдау пәндерінде 2 бөлімден тұрады, яғни тереңдетілген деңгей және стандарттық деңгей. Тереңдетілген деңгей бойынша 3 сағаттан 2 пәнді алса, стандарт деңгей бойынша 2 сағаттан 2 пән алынады. Сонымен қатар инварианттық оқу жүктемесінің жалпы көлемі 33 сағат болса, оның 10-11 сыныптарда жеке және топтық сағаттар 6 сағатты құрайды. Жалпы 10-11 сыныптар бойынша
39 сағаттан аспауы тиіс. Келесі айтылатын, бұл оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану математикалық бағыты бойынша жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұндық үлгілік оқу жоспарлары. Мұнда инвариантты компонент бойынша 23 сағат, 10 сыныпта да, 11 сыныпта да. Ал таңдау пәндері бойынша тереңдетілген деңгей бойынша 4 сағаттан 2 пән, және стандарт деңгей бойынша 2 сағаттан 1 пәнді қамтиды. Сонымен қатар инвариантты оқу жүктемесі барлығы 33 сағат, жеке және топтық сабақтар 6 сағат, жалпы жаратылыстану математикалық бағыты бойынша 39 сағат болып есептеледі. Құрметті әріптестер, осымен таныстырылымның соңына да келіп жеттік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.